Алаштың азаттығы ұл арманы, ежелден қилы-қилы тарих қалған. Аңыз көп үлгі тұтар алыптардан, уақыттың таразысы елегекшеп, кімнің кім екені анықталған. Ерлігі Тәшеновтың тым ерекше, намыстың оты болып жанып қалған. Шайқасып жалғыз өзі жанынан кешіп, қазақтың жерін аман алып қалған. Ресейдің меншігі боп кетер еді, тау орман, көл мен дала баспанаңда. Көкшетау, Бурабай мен Қызылжарың, Ақмола, Павлодар мен Қостанайда. Басқаның босағасы болар еді, бүгінгі бәйтерегің астанаңда. Бұл Баянғали Әлімжановтың Жұмабек Тәшеновке арнаған поэмасынан үзінді. Қазақтың бір туар ері Жұмабек Тәшенов болмағанда, солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарынан Қазақстанның айырылып қалу қаупі төніп тұрған еді. Тек Қарағанды облысының Осакаровка ауданынан әрі қарай ғана қазақтың жері болады деп те белгіленіп қойған екен. Хрущевтің бұл шешіміне Жұмабек Тәшенов қарсы шыққан. Сен кімсің? Партияның шешімімен келіспейтін. Қазақстанның 5 облысын Ресейге қосамыз. Болды, деп Хрущев столды ұрғылапты. Конституция бойынша қазақ елінің жерін бөлу тұрмақ, күн тәртібіне қою қателік, деп Тәшенов қарсы жауап берген. Тәшенов жолдас, керек болса сенің келісіміңсіз бюроның ұйғарымымен қоса саламыз, түсіндің бе? Онда Біріккен Ұлттар ұйымына шағынамын. Керек болса Гаага сотына беріп, әлем алдында беделіңізді түсіремін, деген екен Жұмабек Тәшенов. Тәшеновтың айыбынан сескенген Хрущевтің жоспары орындалмай, солтүстік облыстар елімізде қалған. Республиканың жоғарғы кеңесіне басшылық еткен тұста Мәскеуден оңтүстік Қазақстан облысының Бостандық ауданын Өзбекстанға беру жөнінде ұсыныс енгізіңдер деген нұсқау келеді. Осы мәселе бойынша Тәшеновтың төрағалық етуімен арнаулы комиссия құрылады. Комиссия мәселені қарастыра келе, Бостандық ауданының жері мал өсіруге ыңғайлы, құрылыс материалдарын өндіруге, су энергетикалық қоры мол, қорғасын, көмір және машина жасау өндірістерінің жұмыскерлері демалатын санаторийлерге ұйымдастыруға өте қолайлы екендігін шешеді. Сондықтан бұл ауданды Өзбекстанға беруді тиімсіз санаймыз деген шешім шығарып, 1955 жылы 1 маусымда Брежневке жібереді. Брежнев Тәшенов төрағалық еткен комиссияға қарсы келмейтінін айтып, қайта қолдау білдіреді. Сондай Хрущев Маңғыстау түбегін Қазақстаннан бөліп алуды жоспарлайды. Қазақ зерттеушісі Мадат Аққозин және қазақ әдебиеттің ақсақалы Әбдіжәміл Нұрпейісов былай деп жазады. Республика министрлер кеңесінің төрағасы Жұмабек Тәшенов республиканың аумақтық тұтастығының нағыз қорғаушысы болды. Осы үшін қызметіне шеттетіліп, оңтүстік Қазақстан облысына облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары етіп жіберілді. Ол бұл қызметті зейнетке шыққанға дейін атқарды. Сталинизм құрбандарын ақтау жөніндегі комиссияға басшылық ету оған тікелей тапсырылып, ол репрессия құрбандарының адал есімдерінің қалпына келтіру жолында көп еңбек сіңірді. Сонымен қатар Тәшенов халықты орналастыру мәселесін шешуде де белсенді болды. Комиссия төрағасы ретінде Тәшенов сотталғандарды ақтау ісінде ғана емес, сондай-ақ қуғын-сүргінге ұшырағандардың отбасыларын, ата-аналары лагерлерде қаза тапқан балаларды, тұрғын үймен қамтамасыз етуде де көп жұмыстар атқарды. Мәселен, осындай отбасыларға арнап салынған үйлерден Мағжан Жұмабаевтың жесірі Зылиха және басқалар пәтер алды. Оның тікелей атсалысымен Сәкен Сейфуллиннің, Бейімбет Майлиннің, Ілияс Жансүгіровтің және басқа да сталиндік қуғын-сүргіннің темір құрсауына түскен тұлғалардың шығармалары қайта басылып жарыққа шықты. Ұлы Отан соғысына қатысушы майдангерлерге ерекше қамқорлықпен қараған. Куәгерлердің естеліктеріне қарағанда, Тәшенов Бауыржан Момышұлы мен Рахымжан Қошқарбаевты Кеңес одағының батыры атағына ұсыну туралы мәселені бірнеше рет көтерген. Соғыстан оралғандарға қамқорлық көрсетті. Майдангер батыр, кейін генерал және тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болған Сағадат Нұрмағамбетовке де көмектескен. Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы қызметінде болғанда 212 пәтерлік үлкен, жаңа технологиямен салынған үйді түгелімен өнер және әдебиет қайраткерлеріне бергізді. Қазіргі Алматы қаласындағы Қонаев пен Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысындағы сол үй бүгінге дейін Қазақ ауылы немесе Тәшеновтың үйі аталған. Жұмабек Тәшеновтың халқына жасаған еңбегін 5 минутқа сыйғызу әрине мүмкін емес. Әйтсе де біз талпыныс жасадық. Қорыта келе айтарымыз, тоталитарлық тар заманда алаш ардақтыларының арда жолынан айнымай, арыстанша арпалысып жүріп, Әлихан, Ахмет, Әлімхан аталарымыздан кейін жеріміздің тұтастығын сақтап қалған қазақтың арыстан жүректі арда азаматы Жұмабек Тәшеновты білу әр қазаққа парыз.